Бәріңе сәлем. Бүгін біздің арнамызда бір пиздец кино. Сол үшін каналға тіркеліп лайкыңды басып кет. Енді біз бастаймыз. Ехала. Бұл әйелдің қабырғасының ішінде не өмір сүріп жатқанына сенбейсіз. Біз оқиғаны ас үйдегі әйелден бастаймыз. Телефоны тоқтаусыз шырылдап жатқанда, Стефани алғашқы көмек қобдишасына қол созады. Ол телефонға көз тастайды, бірақ қайшымен жүгіргеннен кесіп алған болуы мүмкін саусағын таңып жатқандықтан жауап бермеуді жөн көреді. Қоңырау шалушы хабарлама қалдырады. Қоңырау шалған адам ол бұрынғы жігіті или сол сияқты біреу, жігіт Стефаниді қатты сағыныпты және бір іскісі келіп жүр екен. Сонымен қатар біз бұл жерде басқа бір еркектің де болғанын білеміз. Біз енді Стефани деп атайтын әйел қонақ бөлмеге қарай жүреді. Бірақ шалынып қалып, спагеттиін барлық жерге төгіп алады. Стефани өзінің дәмі нашар тамағын жинап жатқанда, екі тамшы қанды байқайды. Ол тазалағыш құралдарды алады, бірақ кішкентай мәселені түзетпек болған әрекеті жағдайды нашарлатып, қанды одан сайын жайып жібереді. Енді тамақсыз қалып, қарны ашқан Стефани тоңазытқышын тексереді. Бірақ тоңазытқышта ни хера, ни хуя, ни шиша тамақ жоқ. Сондықтан Стефани суретті қай жерге ілу керектігін белгілемес бұрын біраз тамаққа тапсырыс береді. Ол ыңғайлы балғаны алып, шегені қаққысы келеді, бірақ оның орнына кездейсоқ қабырғаны тесіп алады. Әйелдерге тән сәт. Кенеттен есік қағылады. Стефанидің мазасыздығы күшейе түседі. Ол тез арада есікке қарай аяғының ұшымен басып барып, арқасын қабырғаға сүйеп, көзін жұмады. Стефани сыртта кім, немесе мүмкін не болса да кетіп қалғанша күтіп, төмен сырғып отырады. Содан кейін сыртқа көз салу үшін бірнеше құлыпты тез ашады. Жақсы, сыртта ешкім жоқ сияқты. Стефани есікті қайтадан ашып, тамағын алады. Бұл дегеніміз Стефани агорафоб, яғни бұл әйел сыртқы дүниеден қорқады, тура мағынасында. Стефани ешқашан үйінен шықпайды. Бұл жағдай көбімізге таныс, бірақ Стефани мынау үйден шықпайды ғой. Кәм дамасет. Кейінірек Стефани үй иесіне мәтін жазады. Ол үй үшін алғыс айтады, бірақ үйдің сызбасына қызығушылық танытады. Өйткені қабырғалардың бірі өте қуыс сияқты көрінеді. Таңғаларлығы Стефанидің телефоны бұл сөзді ешқандай қатесіз мәтінге тамаша аударады. Түнде Стефани әдеттегідей көзінің ішін тексеріп, тісін тазалайды. Стефанидің ұйықтауы қиындап жүр. Қабырғадағы тесік Стефанидің ойынан шықпай қойды. Көзін жұмған сәтте қабырға кенеттен алға қарай созылады. Стефанидің көздері таңғалыстан үлкейіп кетеді. Стефани оянып, кішігірім терапия сессиясын өткізеді. Дәрігер Стефанидің өз қабағынан шығып, кеңсеге келетін уақыты келді деп есептейді. Стефани жауап ретінде жөтеліп қояды. Дәрігер бұл сыртқа шығып дәріханаға барудың тамаша мүмкіндігі болатынын айтады. Және Стефани бұл сынақпен келісіп, кеңінен жымияды. Бірақ Стефанидің көздері шынайы сезімдерін сатып жібереді. Іштей бұл әйел кішкентай қорқақ мысық сияқты. Қоңыраудан кейін Стефани киініп, кілттерін қысып ұстап, есікке қарап тұрады, және ішіндегі мазасыздығы өрши түседі. Стефани мұны істей алмайды, және тағы бір рет жөтеліп қалады. Бұл жолы қабырғадан тағы бір жөтел дауысы шығады. Мүмкін бұл Стефанидің қиялы шығар деп ол ойлайды. Ол дыбысты зерттеудің орнына Стефани бақыт алған медитация жасауды жөн көреді. Тіпті мынаның шаш үлгісі қалай өзі? Стефаниге бақытты мекенді және сонда өзі жасаған тақты елестету тапсырылады. Стефани таққа отырып демалу керек. Содан кейін есік қоңырауы соғылады. Стефани жөтелге қарсы дәрі мен біраз шоколад тапсырыс берген екен. Меніңше бұл Стефанидің демалу туралы түсінігі. Кейінірек ұйықтауға бара жатқанда Стефани тесіктің жанынан өтеді және одан шаш шығып тұр екен. Ұйықтамас бұрын Стефани міндетті түрде бірнеше қысқа фильмдерді көреді. Көп ұзамай Стефани толықтай босаңсып тәтті ұйқыға кетеді. Бірақ түн ортасында Стефани оянады. Қабырға Стефаниді шақырып тұрғандай. Стефани көздерінде аштық сезімінің қабырғаға қарай жүреді. Ол баяу жақындағанда ішінде бір нәрсе тірі сияқты көрінеді. Бір сәуле жарық қандай да бір дәмді тағамға ұқсайтын нәрсені жарықтандырады. Стефани алға еңкейіп аузын ашады. Мүмкін бұл гамбургер сияқты бірдеңе шығар. Жақсы, бұл жағдай болмағандай кейіп таныта салайық. Таңертең Стефани қорқынышты түсінен оянады. Шын мәнінде бұл жағымды түс сияқты көрінген еді. Қалай болғанда да біреу есікті жанұшыра қағып жатыр. Бұл Стефанидің бұрынғы жігіті. Сөйлесуді өтініп тұр. Стефани естіліп немесе көрініп қалудан қатты қорқып, қабырғаның жанына құлайды. Бұл әлсіз еркек Стефаниді мазалауды жалғастырады. Жігіт тек басқа адаммен қарым-қатынастың қанша уақытта созылғанын білгісі келеді. Ол жұдырығымен есікті ұрады. Стефанидің көздері үлкейіп кетеді. Жігіт Стефанидің іште екенін біледі, өйткені әйелдің көлігі сыртта тұр. Біраз уақыттан кейін ол бас тартады. Содан кейін бұрынғы жігіті терезеге барып, оны ұрып, хат сияқты бір нәрсе қалдырады. Бұрынғы жігіті сігіліп кеткеннен кейін Стефани хатты мұқият тексереді.
хаттың ішінде Сен мені елемей кете алмайсың. дейді. Стефани полиция шақырып, жақындауға тыйым салатын ордер алады. Офицер қыздың жалғыз тұратынын ескертіп, қауіпсіздік камерасын орнатуды ұсынады. Стефани солай істеп, жөтел белгілері күшейіп жатқанда камераны орнатады. Кейінірек ванна бөлмесінде Стефани жөтелге қарсы шәрбатты ішеді. Ал бұл дәрі мүлдем басқаша әсер етеді. Сонымен қатар, қабырғадан мазаны алатын қорқынышты құлаққа жағымсыз жануардың дыбыстары естіледі. Қабырға енді ол жерден бір нәрсе ағып жатыр. Содан кейін тарс етеді. Стефанидің жөтелі нағыз мәселеге айналуда. Стефани телефонын тексеріп, үй иесінен хабарлама алады. Шамасы бұл жерде қандай да бір жарияланбаған жөндеу жұмыстары болған сияқты. Ол қабырға ол жерде болмау керек еді. Хабарлама жалғасып жатқанда, Стефани әлгі шипалы сұйықтықты ұрттауды жалғастырады. Үй иесі әйел үйге бұл қосымшаны біреулер қорқынышты деп санауы мүмкін, бірақ өзі мұны шытырман оқиға деп санайтынын айтады. Стефаниге келетін болсақ, бұл әйел мұны қорқынышты деп санайтындардың қатарында. Сондықтан есікті жауып тастайды. Бұған қарамастан Стефани қалайтынын білмей, дәлізде дәл әлгі тесіктің астында ұйықтап жатқанын түсінеді. Стефани қайтадан орнынан тұрып, бөлмесіне қарай шалынып жүреді, бірақ бір нәрсені басып кетеді. Кенеттен ескертусіз, Стефани барлық тістерін санау үшін 10 саусағын бәрін аузына тығады. Біләт тілін қолданса да болатын еді ғой. Стефани қатты қорқып бөлмесіне шегініп есікті жауып алады. Қабырғадан ішті ауыртатын, одан сайын күшейе түсетін дыбыстар шығады. Жауап іздеп Стефани қауіпсіздік камерасының жазбасын тексереді. Стефанидің тапқан нәрсесі таңғаларлық. Ол өзі тесікке жақындап бір нәрсені құсып жатқанын көруге болады. Ол зат не болса да көлемі күйіп барады. Жақынырақ тексергенде бұл тұтас бір қол сияқты көрінеді. Стефани бұл қолды тесік арқылы өткізеді. Қазіргі уақытта Стефанидің мұны істегені туралы ешқандай естелігі жоқ. Бәрін ұмытып кеткен ғой. Қорқынышқа бой алдырған Стефани есікке қарай жүгіреді, бірақ есікке тек қарап тұрудан басқа ештеңе істей алмайды. Оның сыртқы дүниеден қорқынышы бәрінен де басым түседі. Қабырға Стефаниді қайтадан шақырады, бірақ дәл сол сәтте бұл әйелде батылдық пайда болады. Енді табандылыққа толы Стефани үлкен балғаны алып, әлемдегі ең жұқа қабырғаны қиратуға кіріседі. Белгісіздікке апаратын есік ашылғанда Стефани ішке қарай адымдайды. Стефани өзін тұманға толған бостыққа кіреді. Алыста таныс бір нәрсе бар. Медитация нұсқаушысы елестетуді тапсырған тақ сияқты тақ тұр. Бірақ бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес. Ол тақ тірі. Тақ Стефаниді шақырады, және көп ұзамай Стефани өзіне тартып жатқан магниттік күшті сезеді. Стефани қарсыласуға тырысады, бірақ тартылыс күшіне төтеп бере алмайды. Стефанидің іс жүзінде артқа шалқайып таққа қарай жай ғана жүріп бара жатқанын байқауға болады. Жақындаған сайын Стефани бұл сезімнен ләззат ала бастайды. Өз еркімен Стефани таққа отырады. Бұл патшайымның басына тәж кигізбес бұрын тақ Стефаниді жылы құшақтайды. Бұл сәл түрпілі, бірақ нормально жақсы. Стефаниді медитациядағыдай жеңілдік пен тыныштық билейді. Стефани өзін дәл болуы керек жерде жүргендей сезінеді. Кенеттен орындық Стефаниді қысып ұстап алады, және оны ешқашан жібергісі келмейтіндей көрінеді. Стефани оның құрсауынан шығу үшін жанұшыра күреседі. Ақырында Стефани босап шығып, балған алып, тақты төмен қарай ұрады. Экран қараяды, содан кейін қайтадан шындыққа оралады. Стефани өзінің нағыз құбыжығы агрофобияны жеңген сияқты. Енді ол сыртта жүр. Стефани өзінің жасаған жұмысына артына қарап, Мен бұл үшін қалай төлеймін деп ойлайды. Киноның соңында оқиғаның моралі далаға шығып шөпті ұстап күрт табиғатпен қауышып жүру, адамдардан қорықпау, әлеммен деп бітеді бұл кино. Егер сендерге кино ұнаған болса, каналға тіркеліп лайктарын басып кетіңдер. Кім лайк баспайды, сол гей. Қыз болсаң лесбиянка. Давай, если что, комментарий жазып кетіңдер, қандай фильм керек сендерге, нормальный, там, обзорға, шолуға.